Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен русская закуска дайындаймыз. Өте тез дайындалатын жолы. Ол үшін бізге картошка, соленый огурцы, және жуа, және сельдь керек. Және сәндік үшін листті қолдансаңыз болады. Осылайша жапырағымыздың екі ортасынан кесіп аламыз. Және де әдемі ыдысымызға сәнділеп қоямыз екі жанына. Осылайша картошкаларымыздың барлығын дөңгелектеп кесіп шығамыз. Лас жерлерін болса алып тастаймыз. Содан соң барлығын кезек-кезегімен дөңгелектеп кесіп аламыз. Осылайша сельдіміз үлкен болса, екі ортасынан кесеміз. Осылайша барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін әдемі ыдысымызға кезек-кезегімен әдемілеп қоямыз. Осылайша өзіңіздің қалауыңызша барлығын кезек-кезегімен әдемілеп қойып, ең соңында бетіне жуамызды қойып шығамыз. Осылайша бізде ең тез дайындалатын русская закуска дайын болады. Егер сізге менің видеом ұнаған болса, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.